кетіп аласың ба мені? Розбак кимаға деймін, мега. Давай. Ата пробка деген әбір сөйтті. Қосыла кетіп қалды, амал жоқ, бірінші рет. Бауырыма кетіп қалды. Алмат болмайды, на пробка нежеген сұмдық, я? Адреналин ғой кәдімгі, я? Жоқ, от души, еңбек болды жоқ, аны, от души, давай, жақсы. Асықтыңыз, давай, жақсы, абайлап жүр. Кездесуге. Қайсыңдар, ассалаумағалейкум. Біреудің машинасында видео сұртсам, ренжімеңдер, көріп отырсаңдар. 2-3 күн дем алдым. Қандай жасап үлгердіңдер ма? Іздеген жандарды қарадым, іздеді. Амандасқан сағындым. Ассалаумағалейкум, армысыздар? Здравствуйте, гуддай, нихау, мараба, гама, джоба, гуддин, тах, сайын. Самызда неше түрлі ұлт тұрады, білесіздер, соның ішінде біздің гостиницада өзбек бауырларымыз көп. Мен өзбек бауырларыма өте қатты ризамын. Неге десеңіздер, менің өзімнің Ахун деген атам Өзбекстанға барып білімді алып келді, ілімді алып келді. Көбі ұлтпен адамдарды шатыстырып жатады. Мен айтам, қазақтарға білімді де, ілімді де берген өзбектер, үйді де салып берген де өзбектер. Бізге крыша. Просто біз шүкіршілік етіп, рахмет айтуымыз керек. Міне, маған да тоже өзбек Қазақтарға рахмет, барекет болсын. Қазақтар зор қамасы. Только осылай, қазақ, өзбек бір туған деп бірге өмір сүреміз, әлемде барлығы. Аманыз мұсылманбыз. Иә, мұсылманбыз, бәріміз бір мұсылманбыз. Жүрегімізде бір иман, жоқ Құдайымыз бір, Аллахымыз бір. Сол себепті бір-бірімізді бағалап жүрек, қандай да ұлт болмасын. Рахмет. Рахмет сізге, жолыңыз болсын. Бүгін кетіп бара жатыр Өзбекстанға. Bu yerге барып етем, қазақтар менен ортақ болды. Рахмет. Отырайыр. Нағанды. Ё-майо, кетті. Мынау нешінші қасып көрейікші. Мәссаған ағы. Типа менің қолым өзім сабақтан бес алыппын. Әлі Ақтөбеде жүрмін. Қалай жағдай? Қазақстанда бір светофор бар да. Именно осы светофор бір абырой жоқ светофор ғой. Адамдар жүре береді, красный жанып көрдің ғой, жүре береді пофиг. Аша абырой жоқ екен. Светофорда абырой жоқ. Айдың Статистика қойып қой, дәл әңгіме айта бересіңдер. Базарды жоқ әлі. Видео түсіріп тұрған жаққа тұра аласың ба? Ой. Мына жерде, короче, Ақтөбенің ең танымал жердің бірі ғой. Мына жерде